1838 жылы Лондонның баспаханасынан полковник Майлз әйгілі Ұлықбектің, яғни Әмір Темірдің немересі Ұлықбектің түркілер және татарлар атты кітабын ағылшын тіліне аударып шығарады. Міне сол кітаптың 72 және 73 беттерінде өздеріңіз экраннан көріп отырсыздар, Шыңғыс хан Хижра жылының 599 жылы 49 жасында Уан ханды жеңіп келгеннен кейін өзінің Найман Күре деген ордасына келеді дейді. Сол жерге мұғыл рулар дереу жиналып, оны хан сайлады деп ап-анық жазылып тұр. Яғни Шыңғыс хан мейлі қият болсын, мейлі меркіт болсын, кім болса да, ол өзін Найман деп таныған адам болған екен. Көрдіңіздер ме? Сонымен қатар Шыңғыс ханның аты да, астындағы аты да, сайыскер аты да Найман деп аталған. Бұны Тілеуберді Әбенайұлының 2013 жылғы құпия шежіренің құпиясы деген кітабын оқуға болады. Ол кітап 1242 жылы жазылған бір кітаптың аудармасы. Оның аты жоқ. Оны монғолдар өзінің несіне, тарихына Шыңғыс ханның құпия шежіресі деп аударып енгізген. Міне сол кітапты Тілеуберді Әбенайұлы қазақша сөйлеткен. Қазақша сөйлеткен кезде халыққа монғолдар оны мүлдем аударып, мүлдем бұрмалап аударғаны белгілі болды. Соның ішінде Шыңғыс ханның Найман ат деген сөзін Шыңғыс ханның 8 ат деп жазған екен. Найман деген ол негізде 8 деген сөз, және Шыңғыс ханның тілінде. Сонымен қатар Найман деген сөздің екінші атауы, яғни синонимі сайыскер деген сөз екен. Көрдіңіздер ме? Енді міне осы кітапты, яғни Ұлықбек өзінің кітабында және ағылшынша аудармасында 208 бетінде былай жазады: Оқтай қаған алтын ханды жеңіп келгеннен кейін, яғни мәнжүрлердің ата-бабасы Жүжәндердің жаңағы алтын ханын жеңіп келгеннен кейін, ол Қарақорым деген орда тұрғызды. Ол жерді түркілер Күрші деп атайды деп жазған екен. Күрші деген ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысындағы Күршім ауданы. Неге дейсіздер ғой? Оны Рашид-ад-Дин Хамадани Жами ат-Таурих кітабы дәлелдейді. Өйткені кім жаңағы Рашид-ад-Дин жазады, Үгедей қаған дейді. Негізінде Оқтай, бірақ ол кісі өзінің тіліне келетін етіп Үгедей деп жазған болу керек. Үгедей хан Наймандардың жерінде, жазық жерде Қарақорым ордасын тұрғызды дейді. Көрдіңіздер ме? Наймандар жерінде деген ол Алтай жаңағы Күршім жері. Күршім жері арасында жазық болып келеді. Көрдіңіздер ме? Сонымен қатар жаңағы кім Рашид-ад-Дин Хамадани жазады, Наймандар Алтайды мекен етеді деп жазады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұның бәрі дәлелді дерек. Бұның барлығын мен алдыңғы күні 21 минуттық видеома тәпіштеп тұрып түсіндіргем. 14 кітаппен дәлелдегім осы сөздің барлығын. Сіздер сол видеоны менің аккаунтыма кіріп көруге болады. Оның видеоның аты қазақтың 13 ғасырдағы сайыскер мемлекет деп аталады. Содан құрметті қалайық, видеоны жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар, барша халық көрсін. Сонымен қатар қазір TikTokта лайк маңызды емес, сақтау маңызды. Сақтау алыңыздар мына видеоны. Кім көп кешіресіздер, халық бұл видеоны көп сақтаған сайын TikTok видеоны көп тарата түседі екен. Рахмет.